ешқандай французға беретін қызым жоқ айналайын. Французға беремін, туған жоқ. Жақсы. Бәғімеймін десе. Бір продюсер атын атамай қойын, Мамбетка деп бұрысқан ма. Еркек продюсерлар әйелдер туралы фильмді өте сирек түсіреді. Қазір кино күшті, бомба. Келесіңдерді қырылып қаласыңдар. Вайнерлер актер болып жатқан заманда актерлердің вайнер болып кеткені. Мен тіпті Шаншар Алдараспанда да басты рөл ойнаған актриса емеспін. Денсаулығыма байланысты бала табу маған дәл қазір өте қиын болып тұр, әлі шешілмей тұрған мәселе. Мен негізінде ол кісінің алдында дұрыс емес нәрсе жасадым деп ойламаймын. Күшті кісі еді ғой. Сондай күшті кісіні бағалай алдық па, және бағалай алды ма жанындағы адамдар, қалай ойлайсыз? Неужели ешкім көңіл салмады деп ойладым. Баршаңызға сәлем, бұл парадокс, сіздермен бірге мен Асхат Садырбай, Перизат Мырзахмет. Бүгін бізде қонақта белгілі актриса Жұлдызай Дүйсенбиева. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік деймі қазір? Сізді студиямызға көргеніміз өте қуаныштымыз. Мен де. Иә. Бірден керемет жаңалықтан бастайық па, жоқ әлде бағдарламаның ережесінен, онша-мұнша әңгімемізден бастап па? Білмеймін қалай. Өздеріне қалай ыңғайлы. Сүйіншіден бастайық та, жақсы жаңалықтан бірден. Сөйтеміз ба? Иә. Не жаңалық болып жатыр? Шығармашылығыңызда қандай жаңалық деген жауыр болған сұрақ бар еді ғой? Жоқ, ең бірінші жаңалық менде қазір кино түсіріп тастадық. Иә. Осы күндері прокатқа шығады. Иә, осы 30 наурыздан бастап шығады. Наурыздан бастайды, Құдай қаласа. Вайн емес кино. Иә, өйткені біз әптен вайнмен таңып қалдық қой енді. Менше қазір вайнер дейін болып төләш, балам кейде бар ғой. Мен сізді актриса деп таныстым. Сон мен де айттым, мен актрисам, құрсын вайнер емес. Диплом бар. Иә, диплом әкелейін ба деп. Түркістан айтып қалса керек. Сосын вайн емес кино деп атын солай қойдық. Өйткені киноның сценарийіне қарасақ, бір анандай енді бір ауыр бірдеңе қойамайды екенсің ше бір. Сосын солай қойдық. Киноны жалпы не үшін түсірдің деп айтып жатады бәрі. Анау да түсіріп кетті ғой. Екінің бір кино түсіріп жатыр. Екінің бір кино түсіріп жатыр. Бірақ енді бұл менің мамандығым ғой. Мен мысалы үшін повар болып, кухняда жүріп кино түсіріп жатқан жоқпын ғой. Бұл менің мамандығым тікелей. Өзімді бірінші сынап көрейін дедім. Бұл енді дәл қазір айтсам халықтың алдындағы емтихан. Біріншіден. Екіншіден, менің жанымда жүрген қайным бар ғой. Қайнымды ойнап жүрген Али деген актер жүр. Туған қайныңыз ба негізі? Жоқ, ол туған қайным емес. Бірақ өзі де сеніп кеткен сол. Туған қайным сияқты. Туған қайным сияқты тұрып. Кейде біздің үйде отырып, "Не отырсың, үйге қайтсайды?" деп ағасымен әңгіме айтып отыра береді. Сол жігіттің жолын ашу мақсатында қолымнан келгенше бір дүние болса да сол жігітті бірінші рет өзінің дебюті Алидің көрсетейін дедім. Ол актер ретінде қатысты. Ол негізі ол да актер. Мамандық актер. Вайнер емес жай. Жоқ. Оның да дипломы бар. Әкел десең де бәрін әкеліп по факту көрсетеміз. Қағазбен ба? Қағазбен. Титрдің орнына дипломдар. Мен күштіне афишаға дипломдарымыз емеді. Дипломдарыңызды ғой. Иә, сол үшін мақсатым сол. Одан кейін бір кішкене айттым ғой, өзімді сынау мақсат. Енді қазір кино күшті, бомба, келесіңдерді қырылып қаласыңдар, уай-бай деп айтпай қойшы. Неге? Өйткені білмеймін ғой, енді әркім әртүрлі, кейде жаңа не дейді, мақтағыңыз болып қалмайық деп, сондықтан Арық айтып, семіз шыққыңыз келіп отыр ғой. Келсін, көрсін, сын болса сынын айтсын, мен болса мінін айтсын, ода тұрған ештеңе жоқ, дей отыра деп жатсың. Мен сіздерге не алып келем, шақыру алып келем, бере салайыншы? Иә, әрине. Шақыру беріңіз. Шақыру тығып отыр дейді. Уқтай. Мәссаған, не деген ерекше шақыру мынау. Мұндай шақыру алмағанбыз біз бұрын соңында. Бұны не үшін беріп жатыр дейсіздер ғой деп. Сіздер неге келесіздер ғой? Премьераға. Сөзден мынаған шашу шалып. Әңгіме қайда жатыр? Шашу шашып, осыған салып. Міне, Асхат, мынау сіздікі. Ой, рахмет. Мынаған QR-ға неңізді қойып жүресіз дағы. Камераңызды. Иә, сөйтесіз дағы. Трейлер. Осыдан көре бересіз. Мұнамен шай ішесіз. Мынаған жа шашуыңыз салып ала келесіз. Болды. Алып келеміз. Жақсы болды. Перизатқа да тур солай. Ой, рахмет. Перизат мен жақсы көремін. Перизат дегенше бір өсек айтпай отырайықшы деген жақсы. Өйткені сондай адамның қатарынан менде. Мына Құдай қаласа күтеміз. 27 күні халықаралық театр күні Астанада жабық көрсетіледі. Сол жақта отырмыз ғой. Міне,
27 наурыз күні Астанада жабық көрсетілім, былайынша 30 наурыздан басталады. 30 наурыздан бастап Жұлдызай Дүйсенбиеваның алғашқы кино туындысы. Комедия. Басты рөлде Жұлдызайдың өзі және қайнысы Әли. Не туралы екенін сәл қысқаша айтып кетпейсіз бе? Бәр киноны айтып. Мазмұн айтып берген. Сосын бүйтіп бітеді деп бір қалсын. Кино, жалпы бізде сценарий болды, алдын ала. Кино түсірекші, қалай болады екен деп, инвестор іздеп, сөйтіп жүрген кездер болған. Жалпы айттым ғой, жаңа бұл өзіме сынақ. Сөйтіп күндердің күні жүрген кезде Бағлан Абдраимов кино түсіретін болды. Біз бәріміз бірге түсіреміз деп жүргенбіз, негізі о баста. Соң бір күн Бағлан кино түсірем деді, біз қуанып Бағлан чайға шақырып, қалай түсіріп, давай саған күштік вайннан бастап бедейік, көмектесейік деп шайға шақырдық. Бағлан екеуің түспейсіңдер дейді бізге, Әли екеуміз. Мәссаған. Соң да қалдық та, Әли екеуміз. Мейлі дедік екеуміз. Сөйттік та Әлиге дедім, давай өзіміз кино түсірейік дедім. Түсірмесін өзіміз түсіріп аламыз дедім. Түсірейік дедім. Мен әзіл деп айтам ғой, халал кек алу деген осы шығар. Ұрыспай-ақ қой, просто кино түсіріп, бүйтпейді. Ерексейік деп отырмын десең, мен әшейін айтам құрсын. Деп сондай әзілмен басталып кетті негізі. Ол әшейін солай басталып кетті. Ол біз ойлаған жоқпыз. Бірақ идеямыз, сценарийіміз, о баста кішкене ойымызда жүрген дүние тұғын. Содан оның бәрін кері былай жасадық дағы. Бағлан да киносын бастап кетті, біз де бастап кеттік. Содан кино солай өрбіп кетті. Кино жалпы солай Бағланның бізді киноға түсірмегеннен бастап өзіміз кино түсіреміз деп кетеміз, сол бағытта кетеді. Сонымен енді көресіздер, киноның соңында біз түсіреміз ба, түсірмейміз ба, бола ма, болмай ма ол не. Жалпы кино барлық ішіндегі ненің барлығы сюжет, жалпы сценарий, менің өзімнің басымнан өткен дүниелер, соны көркемдедік. Тамаша. Солай жасадық. Идеясы қызық, енді қызықтырып қойдыңыз. Ой, білмеймін, барып көріңізші. Айтпай қойшы та. Барып көрейік, құрметті біздің тұрақты көрермен. Көріңіздер сіздер де, барыңыздар, отандық киноны қолдайық. Жұлдызай ханым енді осы уақытқа дейін театрда жұмыс істеді, Әзіл-Сықақ театрында жұмыс істеді. Енді кинода алғаш рет осылай толық рөл алғашқы рет, бұған дейін қандай кино бар? Жоқ, толық сериалдарда болдыңыз, толық метражда да ойнаған, бірақ енді соңындай. Басты рөл емес. Басты рөл емес. Эпизод. Мен жалпы бәр жерде басты рөл ойнаған адам емеспін ғой, Асхат. Бірінші басты рөл. Мен тіпті Шаншар Алдараспанда да басты рөл ойнаған актриса емеспін. Мен өмірі екінші пландағы, не үшінші, не вообще жағынан бір айналып өтетін адам. Театрда ше? Райымбек Сейтметте ойнағам. Басты рөл. Иә, басты рөлде ойнағам. 40-20-ға толғанда Жібектің рөлін ойнадым. Марбайжиевтің «Жекпе-жек» деген спектаклінде Нәзиді ойнадым, драмада. Между прочим, 40-20-ға толғанда тоже драма. Балғабек Сұлтан Әлиевтікі. Келіндер көтерілісінде басты рөл емес, сол жерде Саттын ойнағам. Ол бір басты рөлдегі жүретін актрисасы кейіпкер сияқты негіз болды. Бірақ вообще сөз жоқ екен ғой соң. Сол спектакльді ойнайтын кезде алып келіп читка жасаймыз ғой. Ең басын бастадым да, Паулюс, Сталинград, құрғырай құлағым естімеген қараш дедім, оқыдым да. Сонымен вообще сөз жоқ. Жоқ қана ішінде сөз. Сонымен ойладым, маған қайта ойнаймын мен. Масқарағымнан сөз жоқ қой. Ой, бекер алдым ба Саттын, ағай мен Саттын ойнамын қойшы, сөз жоқ деген қойсым. Ағай етті, жоқ деді. Ойнайсың, сөз жоқты ойнау қиын деді. Кейіннен қарасам, келеттен ең соңында бізде көрермендер отырып пікір айтады, бізде театрда солай жасап қойған ағай. Бәрі жатты, Сатты күшті ойнады, Сатты күшті ойнады дейді. Өзімше бүйтіп қойған, ана бүйтіп отырып бір ол кезде движение көп жасау керек болды, іс-әрекет өте көп жасау керек болды. Көзбен, бетпен эмоция. Сол кезде бір сахнасы бар да, неге жаңа полицияға баласына келіп жаңағы мен балам құтқарып беріңіз деп бір әйел келіп отырады, Фармон бибіге. Сол кезде сол әйелдің көйлегіне бүйтіп отырып, жақындап отырып бар да. Ана екеуі драма жылайтын нәрсе. Ал қырылып күледі сөйтсе, ағай, ей, мен сары қызым ай деп ағай қатты риза болатын. Вообще өмірімде қанша Саттыны көрдім, бірақ сен сияқты Саттыны көрмедім деп мақтауым алғам ағайдың, не. Сондықтан негізінде басты рөлдерде сол театрда болмаса, ал сатира театрына келгенмен басты рөл ойнаған емес. Біздің продюсерлер қайда қарап жүр? Енді Шаншар мен Алдараспан енді өз алдына бөлек болса, Әзіл-Сықақ театрлар. Кино продюсерлер қайда қарап жүр деймін да. Менше ана өзім көп жыртың ете беретін адам қатарынан емеспін, білесің ғой Асхат. Бір жерге шақырса, сценарийін сұраймын, сәл ішінде бір болғауыз сөз болып қалса, мен онда деп сондай
сөйтіп жүремін да көп жерде. Сосын кейбіреулер маған бір продюсер атын атамай ақ қояйын, Мамбетка деп ұрысқан маған. Неге? Сондай сөздер айтпайтыныңыз үшін ба? Жоқ, ол жаңағы төсекте түсетін жері бар екен да, бірақ сіз түспейсіз дейді. Оған басқа біреу түседі да, сіз әшейін бүйтіп уже шығып келе жатқан. Әй, оны мен кімге барып түсіндіріп жүремін деймін да, мен емес еді, мен ана енді шығып келе жатырмын. Мынау мен емес. Осыны мен Шымкенттің қызымын. Ойбай, қой дегенмін, сен Мамбетка, мы в 21 веке живем деп ұрсып берген маған. Ладно, я 20-м родилась деп айтқан. Сөйтіп көп нәрседен қалып қоя беремін. Сөйтем да, нелердің тілімен айтқанда черный спискте қалып кете береді екен, мен сөйтеткем да, мен көп жерде. Бізде бір жағынан өзі жалпы басты рөлде әйел ойнайтын фильм өте аз бізде. Бізде о жағынан кішкене бір сексистік көзқарас бар. Жігіттер, красавчик жігіттер сексистік деп айтады оны. Келінжан деген телехикая шықты. Ол жерде главный рөлде ене ғой. Үлкен ол сериал, во-первых. Фильмі де шықты. Жоқ, ол өйткені анау сериал хит болғаннан кейін ғана шықты. Ал негізі мынандай комедиялық фильмдердің бәрін қарасаң, главный геройлардың бәрі жігіттер, солардың басынан өткен ғажайыптарды көрсетеді. Сосын Құралайдың фильмін айтсаң, ол жерде Құралай өзі продюсер, ол өзі диктовать етеді. А бізде еркек продюсерлар әйелдер туралы фильмді өте сирек түсіреді. Мама Сарипова ол әйел. Міне. Сондықтан басты рөлде түсіру үшін фильмге әйелдерді. Өзіңіз ақша беріңіз. Перизат, не Жұлдызай, сіздер продюсер боласыздар. Болды, өзіміз түсіреміз. Құрысың деп кетіп қалған. Кеттік біз киноға да. Біздің жобаның бір ерекшелігін түсіндіріп өтейін. Жаныңызда тұрған экранда 4 кісінің комментарийі бар. Жасұлан Жақстанист ертекезе тобының әншісі, актер образ жайлы, Бағдагүл Рахметқызы ортаның әсері жайлы, Ғаділбек Жанай өнер адаммен одақ жайлы, және Арай Әлімхан блогер ата-ана болу жауапкершілігі туралы пікірлер бар. Егер де осы төртеуінің біреуін қазір ашып тыңдап көрейік, әңгімемізді әрі қарай жалғастырайық десеңіз, мархабат. Жоқ, әлде ешқайсысы қызық емес, әрі қарай өзіміз әңгімемізді айта берейік десеңіз. Жоқ, бәрі қызық. Кім Ғадүштен бастайшы, Ғадүш жақсы көреді. Ғадүш деген бірінші тез білесің бе, білесің бе? Шіркін лайфта, әскерде. Соғыс жеңгендей болдым деп ойлаймын. Ғадүш, давай Ғадүш. Ғадүшті жақсы көремін. Өнер адаммен одақ, Ғаділбек Жанай. Басқа адамдардыкін айта алмаймын, себебі білмеймін оларда қалай басталды. Мен өзім үйленерде келіншегіме барлық ситуациялар түсіндірдім. Қалай болатынын, жаңағы менің айлап, апталап кетіп қалу мүмкін жұмыстарым бар екен. Сон барлығы келісімген алдын ала айтылған түрде бізде басталды. Сондықтан бір рет осы оқиын Аллаға шүкір 12 жылдық отбасылық тәжірибемізде бірден бір осы туралы әңгіме қозғалған емес. Сондықтан мен ойлаймын, кемені жаңағы мінерден бұрын жағада сөйлесіп алған дұрыс сияқты. Кез келген мәселені. Менің ойымша. Осындай пікір. Сізде қалай болды десең? Сіздің де күйеуіңіз өнер адамы емес. Емес. Сіз кетесіз айлап апталап. Өткенде осы бір үйге қонақтар келсе, сонда Жұлдызай сөйтіп көп кетеді ар жаққа айтса, иә, бұл кісінің келуі аз, кетуі өте көп деп күліп отыр. Үйде жоқ болып қалсақ, үйде бар болып қалсақ таң қалады. Неғып отырсың, съемкаң жоқ па деп ше. Жоқ, бізде де тура Ғаділбектікіндей ғой. Мен енді о баста өмірсерікке тұрмысқа шығатын кезде мен айтқам, мен уже жұмыс жасап Жұлдызай болып бара жатырмын әулетке. Мен егер сол әулетке барып Жұлдызай болып жатсам, онда әңгіме басқаша болар еді. Мен айтқам, түсіндіргем. Бірақ мен айтқам, егер де сен қарсы болып жатсаң, жоқ, өнеріңді қой, болды түбегейлі десең, мен қоям. Қой десең қоям. Өйткені болды, мен үшін қазір отбасы маңызды. Бірақ маған жолдасым айтты, жоқ деді. Бұл сенің таңдаған мамандығың. Сен оны жақсы көресің деді. Менің де өз мамандығым бар, жақсы көретін. Геодезист қой. Мәселен, сен геодезияң ұнамайды, жұмысыңды қой десең, қалай ол деді. Мен оны сен үшін емес, өзім үшін оқыдым ғой деді. Сол сияқты сен де өзің үшін оқыған мамандық, сол салада артық кетпей жұмысыңды жасап жатсың ба, жасай бер. Өзің шаршадым дегенше жасай бер деді. Сонымен деп қап. Өзінше оқыдым деді. Сонымен мен айтам кейдеші, осы бейшара қыз 33-ке келіп күйеуге тиіп отыр, бір нормальный күйеу жіберейші деді ау деймін, Алла тағалашы. Бонуспен ба? Иә, бір басқаша бір ғой. Не земнойсың деп айтам мен оғанша. Мен таң қалам кейде бар, сен шынымен осындайсың ба, или әдейі істейсің ба деп. Гастрольмен кет қалам, ана жақта жүрем, тамақ жасалмай қалады, бірдеңе дұрыс болмай қалады, әулеттің үлкен тойына бармай қалам. Жоқ. Ол о жақтағыларға түсіндіріп айтады. Ол оның жұмысы, мен оған тоқтау дей алмаймын. Мен бара жатырмын ғой. Не болмаса,
мә мынау неғып тамақ істелінбей қалды, сен жұмысың болған мынаны істеп дайындап кетсейші демейді. Иә, холодильникте не бар, соны жеп, спокойно орында күтіп отырып осылай. Сосын кейде мен өзім ұялып кетемін. Оның үндемегеннен ұялып кетесіз. Бір қауесет әңгімелер шықты ғой, сіз бір сұхбат бердіңіз, күйеуіме тоқал алуға рұқсат бердім деген. Қауесет емес, бердім деп айттыңыз. Одан кейін мынандай қауесет шықты ғой. Алды деген. Жоқ, бірге тұрмайды екен деген сияқты. Жоқ, өтірік айтады, бірге тұрамыз. Өмір сүрге айтады, ту шіркін сол сұхбатты дейді, үйде де айтса ғой осы кісі дейді. Тек қана сұхбатта емес па? Деп әзілдеп достарын айтады. Ол енді мынандай ғой, оны маған ой біраз әйелдер жазды. Ұялмайсыз ба, ертең енді біздің күйеулеріміз де барып алатын болып метін. Мен өзім күйеуімді айттым, соны айтамын да. Жоқ, олар ертең айтады, міне Жұлдызай айтып жатыр, көрдің ба? Мен сонда Қазақстан 80% ер азамат мен не айтсам соны істейді екен. Басқа нәрсе істетіп алайық та, құрсын онда бәрін. Поляға шығарып, бидай егейік деген сияқты деп күліп жатырмын да. Мен не үшін айттым оны? Мен өзім өте кеш тұрмысқа шықтым, 33 жасымда. Өте кеш емес қой? Енді қызымды 34 жасымда босандым. Одан кейін менде денсаулығыма байланысты бала табу маған дәл қазір өте қиын болып тұр, әлі шешілмей тұрған мәселе. Тіпті мен қызымның өзін дәрігерлер болмайды деген. Болмайды, бітті, болды сізде осымен деп, мен драма болып, кино болып, жылап, үйге келіп күйеуіме сен кете берің дегенбіз. Сон күйеуім айтты маған, Жұлдызай деді, Алла тағала екеумізге баласыз қол ұстасып жүруді нәсіп етсе, соған көндім деді. Болды. Жыламада, нетпеді, просто ары қарай өмір сүре берейікші деді. Просто өмір сүре берейік деді. Бір айдан кейін Алла тағала бізге сол қызды берді. Мен өзім таң қалдым. Сөйтіп іштеңесі жоқ, нормально. Оның да денсаулығы жақсы, мен де денсаулығым жақсы әйтеуір дүниеге әкеліп алдым. Бірақ одан кейін енді сәл сол кішкене тоқтап, қиындау болып тұрды денсаулыққа байланысты. Сосын мен ойладым. Жақсы жігіт. Мінезі жақсы, денсаулығы жақсы, бәрі жақсы. Может, оның да іштей бір бар шығар. Арманы. Депші, иә, ертең бірақ қызбен қалып кетсе қалай болады деп өзімше ол үшін шешім қабылдап тастадым да мен. Сөйтсем дұрыс емес қалыппын. Сонымен өткенде маған айтты ол. Мен енді рұқсат берем дегенде рұқсат Алладан ғой. Мен өзім алам деген еркек мен рұқсат берсем де бермесем де алады. Ол да айтты да. Алып жүргендер де бар. Сен рұқсат берсең де бермесең де мен кетем десем кетем ғой Жұлдызай деді. Сондықтан бұл әңгімені тоқтатайық деді. Бірақ қуанып қалдым. Сондықтан ол әңгіме тоқтады. Бірақ мен егер де алам десе қарсы емеспін дедім. Өйткені мен үйтіп қарсы болуға қақым жоқ. Кең болсаң кем болмайсың дейді. Қызымның туғандары болу керек ау деп ойладым да, жалғыз болып қалмасын іште. Бірақ енді кім біледі, Алла пейілімізге беріп қалар әлде. Әрине, жассыз ғой. Сонша 50-ге келіп қалған жоқсыз ғой енді. Келіп қалды, сәл сегірсек келген. 50-ге келіп те перзент. Соны айтып отырмын ғой, бір Алла біледі, сол білмеймін, келесі жыл беретін сияқты деп сезініп. Әумин, берсін. Мықты болсын. Құдай қаласа. Содан ал ажырасқан жоқпыз, Құдай сақтасын. Ойбай, өзім 33-ге келіп әрең тигенде, мен өмірсерікке айттым, тастап кетем десең де, мен аяғыңа жабысқан болды. Енді кете алмайсың. Енді кетірмеймін. Андай жігіттен қалмаңыз құрсын. Көрмек қыздар қашып қалады. Жоқ, рас қой, ондай шын мәнінде ер азаматтардың арасында сол ұл таппадың, ойбай, менде бәленбай әке бала болу керек, мен бәленбай әкенің баланың әкесі болуым керек деген әңгімелерді сылтауратып ажырасып кетіп жатқандар қаншама. Енді оның қасында ондай ер азаматқа бәрібір оларға айтылады. Туыстары жағынан, достары жағынан, ой, әне қатының ана жақта жүр, тойларға қатыспайды, көбеймейсіңдер ме? Бізде сондай ғой, әңгіменің барлығы біреудің отбасына тиісуден басталады. Соның бәріне шыдап, сізге ешқандай сыр білдірмей жүрген ер азамат нағыз құрметке лайық деп парасат орденінің иегері десең. Менің ойымша ол болатын адам болады, ал болмайтын адам әйтеуір бір сылтау табады. Иә, сол ғой, мәселе сонда. Сылтау табам деген адам. Мінезі сондай екен, ана жері мындай екен, әйтеуір табатын адам. Иә, оған да басында өзі айтады, жолдастар айтқан екен, ой, алыста жүреді, сенесің ба, сен сенбейсің ба, сөйтсе жолдастарын айтыпты ол. Сен өзің әйелің қасыңда ма? Сенесің ба соған? Бұл өзің өмір не деген адамға өмір сүріп кетіңіз ба? Көп солай жасап жатса ішімнен, қай жақсылығыма берді екен Құдай мына жігітті, Құдай-ай деп өзім ішімнен тфәй деп қойды. Тіл көзіңіз тиіп кетпесін құрсын. Ой, көріңдерші кейін, көрініш күшті деп жатыр. Қызғаныш жалпы араларыңызда ондай мәселелер жоқ, қызғаныш. Біз оның да баста шешіп алғанбыз. Бізде бір-біріміздің телефонымызды аңду, кімге кетіп баратыр, түнде кетіп қалса қайда кетті. Жоқ, ондай жоқ. Біздің арамызда таза сенім бар. О баста екеуміз үйленетін кезде маған күйеуім айтқан, жаман нәрсе жасайтын болсаң,
мысалы бір анау мынау сырттан бірдеңе, ол өзіңнің ар-ұятыңда. Мен жаман нәрсе жасайтын болсам, ол менің ар-ұятымда. Болды ма деп болды. Одан кейін кәдімгі жаман нәрсе жасайсың. Сол. Иә. Құдайдан қорқасың, ол бірінші көріп тұрған. Жасап жүрген жоқпын деп. Енді қайтадан қайтадан былай қарай келейік. Жақсы, тамаша, шүкір отбасыңыз бар екен. Ұзақ өмір сүріңіздер, бірге бір жаста қартайыңыздар. Әмин. Жаңа айтып отырсыз, кино түсірдік деп. Театрдан, Әзілқақ театрында жарқырап жүрдіңіз, одан кейін Вайнға кетіп қалдыңыз. Керісінше вайнерлер актер болып жатқан заманда, актерлердің вайнер болып кеткені сізге өзіңізге бір кейде сондай мамандығымды сатып кеттім ау, болмаса бұл қалай болды? Мен диплом бар, маманмын, актрисамын. Не үшін келдім деген бір сондай ой мазаламай ма? Жоқ, ол вайнды мен ол вайнерлер ұқсап түсіріп отқан жоқ. Олардың вайнымен мен вайнды салыстыруға келмейді негізі. Менікі кәдімгі қазақи әзілдер ма? Кішкентай әзіл ғой. Қайын мен жеңгенің кәдімгі әзілі. Бұны вайн деуге келмейді. Біз солай өзгертіп тастадық оны. Вайнды бар ғой, маған көбісі айтады. Вайнның бітшін шығардыңыз ғой. Вайн қылмадыңыз. Не қылдыңыз ана вайнды дейді. Сосын мен айтамын да, мен кішкене маған о баста сол карантин кезде Айнұр Тұрсынбаева айтты да, сен сол вайн түсірмейсің бе? Мен айтып, ойбай қояйын алайын деген. Жасым 42-ге келгенде вайнда жүрейін, сол аунап-қунап ұят емес па деп. Қасында жүрген бала да Али да айтты маған. Мен айтқам, жоқ, ол менікі емес. Мен қалай ол, жоқ депші. Сен айтпақшы, өнерімді сатпаймын, кәсіби актриса, анам бәрі тұрып, мен барамда, қой деген. Ағайдан ұятты депші. Сөйтіп жүрген кезде карантин болды да, сосын маған айтты. Айнұр Тұрсынбаева да қоймады. Кішкентай бір әзіл жасаш, құрсын. Вайн жасамай қойшы, әзіл жасаш. Мен айтам, оны 1 минутқа қалай сыйдырап? Басы бар, кульминациясы болу керек, нүкте болу керек. 15 минуттық нәрсе, өлдім мақыл 7 минут. Енді 1 минут деген адам миына сыймайды, облай қарап тұрсаң. Қалай айтып үлгересің бірдеңені? Деп сөйтіп жүрген кезде, 15 секундта қайтып жатқан кезім болады екен. Содан кішкене өзгертіп жеттік та біз былай қаратып ше. Сонымен мен өзімді вайнермін деп есептемеймін. Ол вайнда блогер болып жүрген олар жастар ғой, олардың ойы басқа, олардың жасап жатқан дүниесі басқа, оларға да ештеңем жоқ. Олардікі де бір өзінің ортасында бір әдемі нәрселер болады, көрсеңші, солардан кейде солардың бір кішкентай нәрсесін алып, сәл бүйтіп жерсең, қазақиландырып жерсең, менің вайныма кетіп қалады да, сол жаңағы ғой, вайнның бітшін шығарым деп жүрген. Сондықтан мен өзімді өйтіп ойламаймын. Мен жалпы андай комплексі көп адам емеспін ғой. Мен ана әшейін киініп жүруден, көшеде бүйтпеу, ештеңеден өзімде комплекс жоқ та, сондықтан мен өзімді біреулер айтады, ойбай, сіз вайн жоқ, ол да өнер. Ана жасап жатқан балалардікі де өнер. Адамның көңілінен шығу оңай емес негізі. Біреудің көңілінен шығу оңай ма? Қанша адамды жинап отыр, подписчиктер миллиондар бар ғой, 3 миллиондар, ойбай, таңғаламыз оларға. Сондықтан да бұл бір өнердің бір түрі шығар еді. Енді мен вайнерлердің актер болып кетіп жатқан оны о жағына мен нем жоқ, білмеймін, бірақ мен вайнер болып кеттім деп айтамаймын. Қайта мен айтайын ба, осы вайн түсіргелі миым қатты жұмыс істейтін болды меніңше, баяғыда адам бар ғой, өйткені күніге бір вайн салуым керек. Оны ше сол 1 минуттық нәрсені сіздер көре саласыздар ғой. Мен кейде бір күн жүремін, кейде бір күнде тез шығып кетеді, кейде бір күнде шықпайды. Деп бір түсіріп жатқан процестің өзінде ол 7, 8, 9, 10 рет бітіп, 10-шы рет ол вообще басқа болып шығып кетеді. Сондықтан ол да бір жұмыста былай қарап тұрсаң, күнінде так бүгін не деп жатыр халық? Халыққа не керек болады, мынау керек, мынаны, анаған тиіп кетпейік, құрсын мынаған тиіс кетпейік, бүйтпейік, сөйтпейік деп жүріп әйтеуір шығарамыз ғой. Вайн арқылы өзіңіздің жаңа бір қырыңызды аштыңыз ба? Деп ойлаймын, иә. Жаңа айтып қалдыңыз, осы уақытқа дейін басты рөл бұйырмапты театрларда, кинода деп. Мүмкін сіздің образыңыз сол бір сәл тентектеу әйелдің айналасында қалып кетті деп қорықпайсыз ба? Жоқ, одан да қорықпаймын. Сізді енді драмада көрмегенбіз ғой. Біз жаңа театрда ойнадым деп жатсыз. Біз оны көрмедік. Көпшілік те көрген жоқ. Көрсетемей жатыр ғой соны ешкім. Жоқ, драмада ойнай алады, енді кәсіби актрисасыз ғой. Иә, негізі вообще мен драманың актрисасы тұғым. Мені марқұм Сатыбалды Нарымбетов айтатын, сені кім қандай ақмақ сатира қалып кетті деп ұрсады. Сенің көзің... Кім алып келді деп қойып кетсін, осы сұрақты. Сенің көзің тұнып тұрған драма дейді. Сенің көзіңе, сен сахнада ойнамай-ақ қой дейді. Ол маған сол сатирада ойнап жүргенде айтады, мен тек сен көзіңе қарап отырамын, сен көзің күшті ойнайды дейді. Сен көзбен де болды дейді. Сен драмада тұрып сахнада сөйлемей көзбен ойнасаң, сенің көзің ішіне кіріп кетсе, адам қайтып шыға алмайды дейді. Сенің көзің сондай тұнып тұрған драма дейді да маған.
сосын дедім де, қой құрсын, көзім ішінде көп адам қап кетті. Аға мен көке неғымай қыз жоқ деді. Сен драмаға бару үшін ол маған айтты, 5 жыл сатирадан жоқ болып кетті деді. Вообще шықпай, ойбай мен өліп қалам ғой деді. Өмір сүріп отқаным, тауып отқан наным ғой менің, Асхат былай қарап тұрғанда. Егер 5 жыл мені біреу әшейін ақша беріп отса мақұл да. Сосын мен айттым, ой қой мен өйте алмаймын көке дедім. Содан қайттан кеттім. Аңсаймын кейде драманы ойнағым келеді. Оның да бір уақыты келер, оған да бір халық үйренер. Бірақ мен бір сарында қалып кеттім деп ойламаймын. Ол өйткені өзіне сенімді адам ғой. Мен қазір ойнап бер десең, драманға ойнап беремін, жыла десең, жылайын. Жылағым келіп отыр деді. Жалпы жылау оңай ғой, кішкене бір андай бізге қойып. Сұрағын мен де сізге қойғым келіп отыр. Сізді кім алып келген осы Әзілсқақ сатираға? Енді ол алып келген адам ақымақ деп ертең соны жазып емес. Одан да қорқатын болды, бәрінен қорқатын болды қой. Сөзіңді. Жоқ, мені жалпы театральныйға түскен кезде Төлендиев айтқан маған. Давай сен бізбен ойнап көресің ба деп ше. Нұржан Төлендиев, иә. Иә, ол 4-ші курс оқиды, мен 1-ші курсқа түскем. Енді былай ойлаймын да, сол да бір Құдайдың қалауы ғой негізі. Әйтпесе сан мың қыз тұр, неғып именно мен деймін да, мен бір тау түреп, сұлу болып, осы бүйтіп тұрғанда бәлем жоқ. Білмеймін неғып. Или сол онша емес мен таңдадым ма Нұржан деп жатсаң да. Давай ойнап көрейік деді маған. Мен давай ойнап көрейік дедім. Бірақ мен жалпы театральныйға түскен кезде мен әртіс боламын деп түскен жоқпын. Мен домбыра тартатын тұғым. Сосын ойладым, осы домбырам құрап кетпесін, құрсын театральныйға түсіп, оларда оркестр бар екен да. Оркестр ойнап жүрсем, бәйтер бірдеңе болмайын ба? Бірақ мен әртіс болып, мен осындай болып кетемін деп. Үш ұйықтасам ойыма келген емес. Шын айтам бар ғой. Сөйтіп Біржан мен давай деп ойнап көрдім. Былай нормально, жұрттар күліп, көңілінен шыққан сияқты болды. Одан екіншісі, одан үшінші бір күні қарап қалсақ, уже біз жаңағыдай фестивальдарға бардық, сөйтіп КВН-де ойнап жүрдім. КВН-де де ойнадым мен. Есенелеукенде алғашқы Қазақстан бойынша қыздар командасында мен ойнағам. Мен бірінші ойнағам КВН-де. Перизаттың әріптесі. Ойбай, біз ол кезде КВН не екенін де білмейміз ғой. Әйтеуір ойнап жүрміз. Студент көктем. Біз сондай қылып ойнадық та, содан кейін кірісіп кетті, бірақ мен жартысынан кейінде тоқтадым. Потому что Райымбек ағай ренжіді. Саусағын көрсетіп, күлдіріп деп, ағайды ренжітпеші дедім де, кетіп қалдым. Сөйтіп біз тек сондай неде жүргенбіз. Содан бір күні күлкі жәрмеңкесіне барғанда осы бәкеңдер көріп, сендер осы ойнап жүрген балалар болып, бәрің маған келесіңдерші деді бәкең. Сонымен дедік та, бірақ ол кезде мен 3-ші курс оқимын әлі. Нұржан драма театрда жұмыс жасайды. Сонымен мен 4-ті бітіріп алайын дедім, 4-ті бітірдім. Одан кейін мен 1 жыл драма театрда жұмыс жасадым, оқуды бітіргеннен кейін. Содан кейін барып, онда да сол театрда кішкене бір-екі нюанс болып барып, мен Шаншарға кетіп қалдым. Нұржан одан кейін 1 жылдан кейін келді. Бала шағамды орналастырып алып беремін. Мен бойдақпын ғой кезде. Қайда болса шауып жүрген кезім ғой. Сөйтіп кетіп қалдым да сатираға. Иә, әйтпесе мен негізі әжептәуір драмада ойнап жүрген қыз едім ғой. Негізі әжептәуір. Әжептәуір. Ойбай, мен Астана қаласында Оралхан Бөкейхановтың несіне барған кезде көркем сөз оқу шеберлері сайысы болатын еді ғой. Сода Оралхан Бөкейдің Зымырайды поездарында Дүрияның монологын оқыған кезде зал орнынан тұрып шапалақ ұрған кезде менің ең бірінші жаңағыдай не дейтін еді андай қошемет орнынан тұрып не деп айтады аплодисменты. Ең бірінші көрген мен жылап жүргенмін одан сайын. Қошемет. Мүмкін емес деп ше, кәдімгі ана фатыр деп ше, прям орнынан тұрып халық шапалақ ұрған. Дүрияны ойнағам сол кезде. Өзің ойлашы, ол деген өңшең мұңы зары толып қалған әйел ғой ол. Мен соны ойнағам. Одан кейін Махамбеттің жырын оқыған кезде тур солай орнынан тұрып шапалақ ұрған. Мен негізі сол драманың адамы едім ғой. Кейіннен кетіп қалдық та енді. Өкініш жоқ па Шаншарға кеткеніңізге? Шаншардан кейін жоқ, ештеңеге өкінбеймін мен негізі. Асхат, өмірде болып жатқан нәрсенің бәрі болу керек. Демек менің көруім керек нәрсе деп қабылдаймын. Мен ештеңеге өкінбеймін. Егер ол жерде қалсам, ол қалай болар еді? Демек мынау дұрыс қой. Қазір күнім жақсы ғой. Демек осыдан өтуім керек болған осы күнге деймін да, қоя салып болды. Тамаша. Ол Түркістанда қалып кетсем, мен өмір сүріп таппас едім де. Бар нем сол мен. Алдараспаннан кетуіңіз біраз шу болды. Бірақ енді қазіргі таңда шүкір, бәрі жағдайларыңыз жақсы. Нұржан мырзамен келісімге келдіңіздер, мәмілеге келдіңіздер, сыйластықтарыңыз дұрыс. Тойларыңызға барасыздар. Ал енді Шаншар театрының басшысы Уәлибек Абдраимовпен бірақ араларыңыз әлі бір жылай алмай келе жатқан сияқты. Өйткені мен бұны неге сұрап отырмын? Бір сұхбаттарын байқап қалдым, Жұлдызай кешірім сұрасын деген сияқты әңгімелер айтыпты. Сіз не үшін сұрауыңыз керек? Неге ренжітіп алдыңыз ол кісіні?
Енді үлкен кісі ғой, адам жасы үлкейген сайын ренжігіш болады екенсің. Ол кісі менен 20 жас үлкен, менің өзім қазір біреу бір бәле десе өзіме қабылдап деп жылап қалам. Өзіңе қабылдап қаласың да соны. Әйтпесе мен Уәкең туралы осы күнге дейін ешқандай телеарна, еш жерде осы кісі оңбаған, осы кісінің кесірінен аш қалдым деп айтқан емес, бірақ соны біреулер айтыпты Уәкеңе. Аш қалдым деп айтты Жұлдызай деп шы. Сондықтан білмеймін, мен негізінде ол кісінің алдында дұрыс емес нәрсе жасадым деп ойламаймын. Жақсы көрем. Уәкең айтам, қанша итеріп, лақтырып, 9-шы жыл лақтырып жүрсеңізде жерге түсемді, тіземді қақ, қайттан бір бойыңызды құшақтайын деп, ал не істейсіз ал деймін. Сондықтан Уәкең мен үшін орны бөлек адам болып қалады. Шаншар мен үшін қара шаңырақ сияқты болып қалады. Енді содан өстім, өндім, ешқандай өкпем жоқ ол кісіге, бірақ қаяқтан мына жерге қарап айта берейін ба? Бірақ егер менің бір ренжітіп көкені көңіліне тиетін бір байқамай, бір эмоциямен мүмкін айтылып қап, өзіне қабылдап қалған жері болса, міне бүкіл ел, дүйім жұрттың көзінше 19 миллион халықтың алдында сізден кешірім сұраймын. Алла разылығы үшін кешіріңіз. Мен сізді жеп көрмеймін да, мен сізге ешқандай өкпем де жоқ. Осымен 14 жылдық әңгіме бітсін. Құдай қаласа. Иә. Ұзап кетті әйтпесе. Енді үлкен кісімен ештеңке демеймін. Не айтса да жарасады ол кісіге. Айта берсін. Өкпелесе өкпелеген де жарасады, ұрысса ұрысқан да жарасады. Үйде әкең өзі де ұрсады ғой. Мысалы, соны кет қалмаймыз ғой ешқайсымыз. Бұрқылдап бір шығып кетесің де, қайтып келесің, қақа барасың. Сол сияқты не дейді, жақыныңды жамандасаң жатқа қор боласың деп жамандамаймын да. Ал мен жамандаса көңіліме алмаймын. Жарасады, ештеңесі жоқ. Нормально. Өте дұрыс. Өзіміз азбыз. Атты бөлінбей қазақ болмайтын бір анау айтты, мынау айтып қойды деген әңгіме үшін. Мен өзім ондайға жоқпын да, Асхат, мен білесің ғой, мен барма, өз бетіңе айта салам. Мен мысалы Перизатты анау күн не үшін жақсы көремін, осы өзінің Инстаграм көріп қап, бір өсек айтпайтын әйелдер бар ма, шай ішейікші деп қойыпты да. Бірақ бұл мен байқамадшы, мен жаздым, мен бармын деп жаздым. Қолыңызды көтердіңіз ба? Мен бармын деп. Болды, ертең шай ішеміз. Просто өсек айтпай, просто анау деді, бәрі өсек айтпай. Просто бір өткен кеткен. Ол өсек емес деп. Ол өсек емес деп. Айтадан өсек айтып отырсың да. Ол бар нәрсе деп айтып отырсың да. Сондықтан да ешқандай не жоқ қандай. Ондайды жақтырмаймын. Қалай болғанда да маған өзіме келіп айтса, көп нәрсені Уәкеңе мүмкін түсіндірермін. Сондықтан нормально болды. Өсек айтпайтын әйелдерде бар екен ау деп отырмын енді. Қойсай ондайыңды. Осы жерде тағы да бір сұрақ қоя кетейінші. Перизатқа сөз бермей кеткен шығармын. Жоқ, айта бер. Райымбек Сейтметов Түркістан деп жатырмын ғой, жаңа театр. Арман Дүйсенов ұстазыңыз жайлы сұрағым келеді, өмірден озды. Сіздер көп ұзақ уақыт сыйластыңыздар. Ол кісінің бір жақсы, жақын араласатын адамдардың бір едіңіз. Өмірден солай ойламаған жерден енді ажал айтып келмейді ғой. Бірақ та солай Арман ағаның күні солай бітіп тез осылай ортамыздан кетіп қалады деп ешкім ойлаған жоқ. Біз өте жақсы көруші едік, бәріміз жақсы танимыз. Перизат та жақсы біледі, мен де жақсы білеміз. Талай жобаларда бірге жұмыс істедік. Ол кісінің соңғы уақыттарда бір күйзеліске түскені жайлы айтылып жатыр. Осы туралы не айта аласыз жалпы? Арман аға шынында да арманы бір орындалмай кетті ма? Енді Арман ағай қайтыс болды деген мен бірінші Инстаграмда ашқасам Индира Елеместің парақшасынан көрдім. Ағай бақыл болыңыз деп қойып. Деп сразу Индираға жаздым. Бақыл болыңыз, не болды мына кісіге дедім, қайтыс болды дейді. Қашан десем, бүгін азында дедім, сол күн. Не болды деген жоқ болған жоқ. Білмеймін, сосын айтармын, әпке деді, телефонды қойып қой. Мен тоқтай алмай, 2-3 сағат жыладым. Андай бір, шынында да жаңа сен айтқандай, аяқ астынан, сосын біз негіз адамдар байқамайды екенбіз ғой бір-біріміздің жағдайымызды сұрамай жүрген. Мен сол кезде Арман ағайды 2021-ді ма, 2022-ді ма? Жоқ, 2021-ді қарсы алғанда шығар, кім бар ғой? Жан Мұханов.
неде Шымкентте өзі бір проект түсірді, жаңа жыл. Сол кезде көріппін ағайды. Сразу нені ақтарып, историяны ақтарып, ағайдың видеосын тауып алдым. Сонда содан бері қарай бір ауыз ағай қалайсыз деп шын мәнінде хабарласпай кетіппіз. Енді сондай жағдай болды ол кезде. Коронавирус дедік. Менің өзімде де басында біраз жағдай өтті. Мен шынымды айтсам, біреуден хабар алысатындай жағдайда болмадым сол 2 жылдың ішінде өзімде. Бірақ соған жаман өкініп, бір ағайдан бір ұялып жыладым. Неужели бір шәкірт ретінде бәріміз біреуміз осы күнге шейін жағдайын сұрамадық па деп, өйткені енді өлген адамның артынан жаман нәрсе айтуға болмайды, әркім әр нәрсе айтып жүр. Бірақ мен айтар едім, Арман ағай сондай бала сияқты кісі еді ғой. Бала, бандай бір Арман ағайдың ішінде бір жас бала. Ағайдың өзі бүйтіп үлкен болып бүйтіп кіріп келе жатса да, ішінде бір жас бала. Ағайдың бүйтіп күлгені, ана көзі деп сөйлегені, сондай бір сен не жұлсай бізге сабақ береді, қолымызға отвертка ұстатып қояды эстрададан да, көзімізге очки таққызып қояды, бүйтіп ән айтқызып үйретеді да бізге эстрадан да. Сол ол кезде вообще жас қой ол. Біз студент кезде вообще жас, енді үйленген кезі, студент біткен қыз-қырқынның бәрі ғашық болатын ағайға ше. Ағайдың сабағында бәрі бүйтіп отырады. Сосын менің әйелім десе, настроение болмай қалатын дейді ше. Әйел жоқ екен деп ойлайды да бірінші келген кезде, бірінші курсқа бәрі. Бірақ сондай күшті кісі еді ғой. Сондай күшті кісіні бағалай алдық па, және бағалай алды ма жанындағы адамдар, қалай ойлайсыз? Енді ағай жалпы мен ойлаймын, көп нәрсеге көңіл толмайтын. Ой деп андай бір өмір емес, ол кісі андай еді ғой, бір перфекционист. Басқаша дүниеге келген адам ол кісі ше. Ол музыканы жақсы көреді. Ол басқаша өмір сүреді. Ол ойнамайтын аспап жоқ қой. Аспап жоқ. Оны мынандай да әкелсең, деп ойнай салады, мынандай да әкелсең, дұрын деп ойнай салады. Үрмелі аспапта, басқасында. Таңдамайды ештеңкені. Нотаны да таңдамайды. Ол кісі спектакльде бәр театрда бар музыканттар жазып қояды алдын ала. Сөйтеді, музыканы қойып қояды, музыкант болмаса төбеден біреу музыканы басып отырады. Ағайда ондай жоқ. Ағай мынау несін күй сандығын алып, тура сахнаның мынандай жерінде отырып, деп сенің әрбір сөзіңе сол жерде ойнайтын. Ана сен ағайдың ойнаға отқанына қарап, сол музыкаға кірген кезде сен любой адам жылатып жүретін тоқсын. Сондай кісі туынды. Ол айтып отырмын, ол жазып қоя салмайтын, оған қанағаттанбайтын. Это не живое деп ше. Ағай, мен ойнап отырайыншы деп. Сказканың өзінде. Деп ше, мен балымын, залымын, деп ше, алдыңда бар ғой бір. Тастап кетпейді ешкім жерде. Енді бағалай алдық па, алмадық па дегенге білмеймін, Асхат. Бағалаған кісілер де болған шығар, мүмкін. Қазір енді оны айту қиын. Нақты айта алмайсыз? Айта алмаймын, өйткені бағалай алмадық дейін десем, ағайды көз тірісінде шүкір бәрі сыйлады, бәрі жақсы көрді. Ағайдың бірде-бір дүниесін қазір мынау арман жасаған нашар, мынау керек емес деген нәрсесін мен естімеген өз басым. Біздің кезде де 4 жыл біз бірге жұмыс жасаған кезде де, кейін Алматыға келген кезде де, біз Алматыға келген кезде вообще ағайды көріп, біз вообще таң қалдық та. Күшті кетті ғой деп ше. Ал өмірде ше? Өмірде де тур солар ма? Разница жоқ ол кісіде. Өмірде ол кісінің жеке азамат ретінде бағалаған адамдар көп болды ма? Өмірде білмеймін, мен енді ағаймен Алматыға келгеннен кейін солай қатты араластым деп айта алмаймын. Өйткені Алматыға келген кезде біз уже әрқайсымыз әр жақта болдық. Біз енді Түркістанда жүргенде қатты араластық. Ол кезде енді ағайды бәрі жақсы көретін, бәрі бағалайтын. Біздің Райымбек ағай арнайы алдырған ғой өзі арманды. Алматыда жүрген жерінен көрсінші жасасын деп. Енді ондайлар мүмкін бар шығар.
өзі оны не болса да ағай өзімен алып кетті ғой. Сол ғой, не болса да ағайдың өзімен кетті, сондықтан мен ешнәрсе айта алмайсыз. Ағай жоқ адамға ештеңке айта алмаймын, бірақ өте ерте кетіп қалды және тез кетіп қалды. Үлгермей қалдық. Мүмкін ауырып жатып, қасына барып, қолын алып, батасын алып, ағай жаным деп. Бірақ ол кісі білдіртпейтіндей мүмкіндік болғанда қоштасар ма едік та. Ал енді бірақ денесін шығармай тұрып, қоштасасың ба Жұлдызай деп менен сұраған жандар болды. Мен батылым жетпеді. Көз алдымда қалып, кейін қиналып қалатын шығармын деп ойладым. Бірақ батылым жетпеді. Кіре алмадым. Сіз қатты жылады деп естідім. Қатты жыладым. Басқа сол жердегі әйелдерге, қыздарға қарағанда содан кейін ғой сұрап жатқан. Қатты жыладым, өйткені жаңағыдай енді неше түрлі әңгіме естідік қой енді ағайды. Стрессте болыпты, қиналыпты деп. Неужели ешкім көмектесе алмады деп ойладым. Қанша адамға жақсылық өтті, өнерде жүрген қанша жігіттерге көмектесті, қанша адамға қанша ән жазып берді сол кісі, қанша адамға жарық қалып шықты. Неужели соның ішінде бір адам егер де сондай жағдай болған болса, ағайға неге көмектеспеді деген жаңағы неғып өйстіп аяқ астынан ағай кетіп қалды деген нәрсе мен айттым ғой, мен естіген кезде қатты ауыр тиді. Яғни бұл өкінішпен сондай бір ыза ішімде болды дегіңіз келіп тұр ғой. Иә, мен мысалы енді мен қыз балам ғой асқатта, мен даже ағайға көмектесем деген күнде де мен білмеймін, мен көмектесе алар ма едім. Мен енді бір сондай жағдайымда керемет емес, мен ағайды білмеймін ғой енді мысалы да. Бірақ енді қасында жағдайы керемет азаматтар көп болды ғой. Неге бірақ айтты енді бір кісілер өте жақсы көмектесіпті, қасында соңғы кездерде болыпты деп, мен болдым деп жатқан кісілер болды. Бірақ өкінішті. Біз маған мынандай нәрсе болды да бізде, неғып өнер адамдарының бәрі осылай кетіп қала береді деп ше. Кинодағыдай да. Сондай күшті өнер адам, күшті болды, күшті бастады. Арман ағай қатты жас болмаса да жас кезінде анасынан айырылды, әкесінен айырылды. Бір өзі жанталасты, бір өзі істеді. Ағай негізі жоқтан бар дүние жасады. Құмнан жаңағыдай топырақтан өз қолымен замокты строить етті дейді ғой, айтады ғой, сондай бір үлкен сарай жасады. Бәрін күшті жасады ол кісі. Бәрі әйелі идеал, бала шағасы оқытып жатыр, күшті, өзінің карьерасымен жақсы нетіп жатыр. Білмеймін енді. Неғып ондай болған білмеймін, бірақ мен үшін ауыр болды. Ағайдың сондай стрессте, неде кетіп қалғаны, ешқайсымызбен тілдесе алмағаны, тіпті әйел бала шағасымен де тілдесе алмады дейді. Енді оны да білмейміз ғой, оны да әйтеуір әр жерден бір естіп жатыр ғой өздерің ұқсап. Бірақ мен ағайды ойлаймын, қандай болса да ағай тек сол тек кілт тұрған. Болды, мен ол кісі қимаймын. Даже біреу маған келіп қазір жоқ Арман бәрібір мынандай жаман десе, мен ол адаммен до конца тұратыным жоқ. Жаман болса да ол жақсы деп. Өйткені ол сондай тап-таза кісі. Оның өсекпен бірдеңе, біреуді көре алмай, біреудің жаңағы подхалим жасап, ештеңе жоқтығын. Ол просто өзінің өмірін сүріп, өзінің музыкасын жасап жүрген адамдығы болды. Вот солай кетіп қалды ол кісі. Ойлаймын, сол сонысынан да кетіп қалды деп ше. Анаған барып мен естіп жүрмін деп, может ішіндегісін айта алмады ма, сөйтіп кетіп қалды ма деп ойлаймын да. Осы орайда тағы бір ұстазың жайлы сұрағым келіп отыр. Райымбек Сейтметов, қай бір жылы Түркістандағы жаңа театр салынған кезде сіздің бұрынғы әріптестеріңіздің біразы біз неге сол жаңа ғимаратқа бармаймыз, неге біз ескі театрда қалдық деген сияқты бір үндеу жариялап, солай шу көтеріп жатты. Сіз ол топқа қосылдыңыз ба, қосылмадыңыз ба? Жоқ, мен қосылған жоқпын. Неге? Өйткені мен сол кезде ойладым бүйтіп. Өнердің, әдемі өнердің, жаңа ғимаратта бола ма, ескі ғимаратта бола ма, қандай айырмашылығы бар дедім. Ол өнер. Өнерді асыл, не дейтін еді, асыл тас су түбінде жатса да жарқырайды дейді ғой, сол сияқты оған ағайдың атын қосып, шулатып, қазақта айтады, бір аунап тұрып деген сияқты, ағайды шулатып, оны аунатып, ары аунатып бері, не керегі бар еді соның дейді. Ағайды біз жақсы көреміз. Бәріміз негізі ағайдың арқасында жүрміз. Егер ағай Кентауға келіп театральный ашпаса, мен шықпас едім.
Өйткені мені Тұңғышбай Жаманқұлов сенен ешқандай әртіс шықпайды деп уақытысында тастап кеткен. Бай, сен бойың деген жерден жеті қарыс кішкене өзі көтеріп тұр, қайға саған деген мысал маған да. Енді кейін Райымбек ағай келіп ашып, мен хотя бы домбырамды оқиыншы соның ішіне деп кіріп, ағай мені таңдап өнерімді көріп бағалап алмаса, мен шықпас едім. Ағай болмаса Төлендиев шықпас еді. Ағай болмаса Ержан Нұрымбетов шықпас еді. Керемет актер кинода ойнайды. Былай қарап тұрсаңыз. Ағай болмаса көп, қазір біз ағайдың арқасында қанша адамнан тауып отырмыз. Былай қарасаң да. Соң ойлаймын, ол ескі ғимарат, новый ғимарат ода тұрған не бір көрсете бермеймін өнерін. Сосын мен кейде айтқам, қаншауымыз шықтық, бәріміз осы тау тіреп тұрғандары бар ішінде. Қатты жандарың ашса, ағайға бір жерге бір театр салыңдар да, соны ағайдың атына беріңдер деген. Тауып атсыңдар ғой, деп тур сөйтіп айттым, жыным келіп кетті. Давайте онда сөйтейік дедім. Құрметтерің болсын. Құрметіміз болсын бәріміздің. Давайте кім қанша шамасы жетеді, мысалы мен 10 000 теңге бере аламын, мен 11 000 бере аламын деп бет-бет жинайық та, қандайға шамамыз жетті, сондайға ағайға театр тұрғызайық. Не қыламыз біреумен таласып, ағайымызды. Ол біздің әкеміз. А мен жаңағы ананы мен әкеме атына бер, ананы әкеме атына бер демей, намыстанып балалар ретінде мен өзім мысалы үй салып бере салатын едім деген сияқты нәрсе ғой. Бірақ енді менің қолымнан келіп тұрған жоқ та ол. Бірақ болашақта қолымнан келсе мен соны істейтін едім ағайға. Лучше соны істейтін едім. Мен лучше соны істейік. Ағайыңызды түргінде қадірледі ма? Сол жаңағы қазір таңда атын пайдаланып жүрген көп адам. Атын пайдаланып жүрген шәкірттерін айтып жатсыз ба или? Енді шәкірттері де бар әйтеуір. Жоқ, ағайды біз мәселен біздің өзіміздің шәкірттердің арасында ол ағайды бәріміз жақсы көрдік. Ағайды жек көрген адам болған жоқ. Ағай күшті еді ғой. Мен жаңағы жоқ, көз түрісінде қандай құрмет көрсеттіңіздер, ағайларыңызға қандай бір мен мәселен мен керемет бірдеңе көрсете алдым деп айта алмаймын Асқат. Өйткені мен оқуды бітірдім. Бітіргеннен кейін 1 жыл жұмыс жасадым да, өзінен кетіп қалдым. Кеткеннен кейін сол 1-2 жылдың ішінде ағай ауырды да, қайтыс болып кетті. Ішінде өкініш болады. Әттеген ағай болғанда осыны істейтінем, ағай болғанда бүйтетінем деп. Мен өткенде осы киноны бастардың алдында Әлиге айттым. Мен ағайды түсімде көрдім. Әли ағай қарным ашып жүр деп көп айтып жүр. Жаңағы неге ағайға сонда мен айтамын да, жаңағыда түсімде де енді ағай мен де қарным ашты, негізі менде де ештеңе жоқ, сізге беретін деймін ағайға ше. Сөйтсем ағай айтады, қалай сенде ештеңе жоқ дейді. Мен беріп кеткен нәрселер ше дейді, содан оянып кетемін да, соны ойлаймын да, бұл не? Сосын Әлиге айтамын, мен өзі бір түс жорып, сөйтетін әдетім бар, өзімше болып ше. Сосын мен айттым, ағайдың қарны ашып жүргені, біз шәкірттер бәріміз бүйтіп кеттік. Ешқайсымыз ештеңе қарып қалатқан жоқпыз. Содан мен ойым келді, біз ол кезде ойладық, андай кино түсірейік деп, ағайға арнап бірдеңе деп. Оған инвесторлар қаражат бөлмейді бізде, білесің ғой. Содан кейін мен айттым, давай біз комедия түсіріп алайық, жинақтап бірдеңе жасап алайық, сосын мүмкін ағайға бірдеңе жасармыз, білмеймін. Енді осы бір жасап жатқан кино ағайға деген бір құрметім болсыншы, ағайға хотя бы. Мен енді ағайға не жасай аламын, туған күнде шелпегімді таратып Құран оқи аламын. Мен жылына бір рет Түркістанға барып басына Құран бағыштап тұрамын. Мен ертеңде Құдай қаласа киноның алдында міндетті түрде барамын. Ағайдың батасын алып кетемін. Мен жылда істеймін оны. Содан басқа істей алатын қолымыздан дым келмей қалды. Бірақ енді біздің келетін негізі ағайдың атын шығаруымыз керек. Біз жұмыс жасай беруіміз керек. Бізге ағай қандай білім берді, біз сонымен мынаны маған ағай үйреткен, маған ағай үйреткен деп отырсақ, соның өзі үлкен не ғой? Жасап жатқан дүниеміз ғой енді. Мәселен, өлең оқуды да біздің ағай сияқты оқитын адам жоқ еді Қазақстанда. Ол кісі бізге үйретті. Әйтпесе көбісі нә деп оқиды, үйтпейді бізде де. Сондықтан ағайдың еңбегі зор, ал енді бағаламай жатқандарын мен білмеймін, өздері біледі, шәкірттері. Мен біреу үшін жауап бермей қояйын, өзім үшін жауап берейін. Мен өзім бағалаймын, бірақ әттеген-ай деген көп болады. Мен осы киноға түсіретін кезде Асекеңе бардым, Асан Әләшімовке. Ағай, мен кинома түсіп беріңізші деп. Сөйтем, бәрі маған айтады, ол ешкім киносына түспейтін еді, ол қалай түсті деп шыққан. Сценарийін көрсетші деді, сценарийді көрді. Сосын мен айттым, ағайымның көзін көрдіңіз ғой, ағайдың өзі жоқ, бірақ сіз барсыз, сіз ағай сияқтысыз. Уақытысында ағайыма көрсете маған құрметті сізге көрсетейін, қолымнан келгенше, қолымнан келсе, сізді сыйласам, ағайым сыйлағандай болайын.
пожалуйста жоқ деме осыны түсіріп берші, мен ағай үшін ағайдың бір жасаған дүниесін менің қолымнан келгенше көрсетейін дедім. Сол кезде екеуміз қосылып жылап алдық, ағайды еске алып. Түсіп берді. Менің киномда ең күштісі сол болды депті. Жалпы мен кино түсіретін кезде жеңіл кетті бәрі. Бір жеңіл, Алла тағала өзі пейіліңе қарай береді ғой. Мен енді Алиді көрсетейінші деп түстім. Осы вайн түсіретін кезде де Алидің жолдастарым бәрі айтты да, достар, ой, сен бекер түсіп жатсың Жұлдызаймен, Жұлдызайдың көлеңкесінде қалып кетесің, ол өзі алдында тұрады, сен артта тұрасың, ойнайсың ба, ойнамайсың ба, жүгіріп өтесің бірдеңе. А жоқ, маған ағай не үйретті, маған айтты ағай. Егер екеуміз рөл ойнайтын болсақ, Асхат, мен сені ашып, сені көрсете алмасам, сен мені көрсете алмай қаласың. Сонымен екеуміз де провал боламыз. Егер мен саған подача беріп, сен көрінсең, сенің көрінгенің арқасында сенің жарқыраған сәулең маған түсіп, мен көрінем. Ал егер екеуміз де бір-бірімізді көрсетеміз деп талпынатын болсақ, провал боламыз. Бізді сөйтіп үйретті. Сондықтан мен қасымда партнерға көп көңіл бөлемін. Мен өзіме бөлмеймін. Сөйтіп Алиді әйтеуір қолымнан келгенше жасадым, сөйтіп айттым, давай саған полный метр түсірейік. Менің подаркам саған сол болсын. Дедім, алға Алиді қойдым, өзімді артқа қойдым. Содан кино басталып кетті. Асанәлі ағаға барып көкеге мақұл деді. Одан анаған бардық, бәрі өшім, бәрі бит. Одан жастардың ішінде Садради, Назарбек деген әнші жігіттер бар ғой. Солардың да әнін жаңа киноға алайық десек, ойбай ақша төлейсіңдер деді. Ойбай, ондағы не болады деп звондайсам, ол жігіттерді жоқ апай, сізді көріп өстік десе, қуан қаласын кәдімгі жандарым, екеуіне рахмет бар ғой. Ала беріңіз, қанша әніміз керек, алыңыз, ешқандай ақша төлемеңіз деп. Одан кішкене жаңағы мен не істеймін ары қарай бір қалай битем деген кезде Гүлнұр Мамасариповаға рахмет. Ойбай, мә Жұлдызай деп гүл әпшеге ше бір риза болдым бар ғой. Одан жұрт адам баласы кірамай осы барамай баталмай жүрген кинопарктың бастығына әшейін кіріп кеттім. Алмас ағаға рахмет. Болды Жұлдызай, кино қазақша ма деді. Иә деп, болды көрсетеміз деді. Сөйтіп кәдімгі бит кейде Али кетіп, мынау шлей ертегі болып кеткен ба деймін да. Түсірдік па шынымен деп. Шынымен ба мен деп. Сондай сияқты адам негізі пейіліңе береді да. Мен біреумен тайталасу үшін, не болмаса өзімді көрсету үшін емес кино. Мен тағы да айтамын, бұл мен үшін емтихан. Халық келіп бағасын беріп кетсе болды. Өзіңізге соңғы уақытта ұнаған кино бар ма? Комедиялар шығып жатыр, неше түрлі кинолар шығып жатыр. Дүбәрасы бар, шаласы бар, бүтіні бар, тазасы бар, араласы әйтеуір. Қайрат Әділгерей түскен хотя бы кино ұнады. Жақсы, айтары бар. Сосын кешегі мынау жас болса да назар аудардыкі кішкене ұнады. Тоже ойы бар. Иә, жақсы. Иә. Болды? Не бар, тағы не бар? Жоқ, рас, мен де сол екеуін ұнатар едім шынында. Иә, осы уақытқа дейін келген қонақтардың бір сұрағын сәлемдемесі бар еді, соны сізге қойсақ деп отырмыз. Енді ол сұрақ адресіз қойылған. Егер жауап беремін десеңіз, жауап беріңіз, жауап беремін десеңіз, сіз сұрақ қойып кетсеңіз болады. Біздің бағдарламаның тағы бір ережесі деп, ережесін шетіне шығарып жатқанда тағы бір ережесі деп. Данияр Есенгелген өткенде сұхбатқа сол сұрады. Жалпы шетелге көшу туралы әңгіме болды. Шетелге көшуге қалай қарайсыз деген сұрақ. Шетелге барып тұруға немесе? Қарсымын. Өте теріс қараймын. Неге? Өйткені өз еліңде не дейді анау? Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол, дұрыс па? Иә, дұрыс. Дұрыс айтып отырмын. Сондықтан да бәрібір біріншіден жұтып отқан ауаң бөлек болады о жаққа барғаннан кейін. Топырақ бөлек болады, адамдар бөлек болады, жейтін тамағыңа шейін бөлек болады. Мен соны айтайын. О жақтың ұны біздікіндей емес деген сияқты. Енді бәрі Түркияның Айнұр Тұрсынбаева бір-бір үй алып жатыр сол жақтан. Енді шамасы жеткендер ала берсін, өте тұрған не бар, зато қыдырып барып тұрамыз. Көз қарасыңызшы, өзіңіз үй алып сол жақтан. Жоқ, мен алмаймын. Мен өйткені егер жалғыз бір тал болып, бір өзім болып, жаңағы осы күйеуім ғана, күйеуім де ағайын жоқ, менің де ағайын жоқ, үшеуміз ғана бір тал, қызым ғана болып, үшеуміз болсақ, мен көшіп кетермін. А бірақ менің қанша елім бар. Әке-шешем бар, бауырларым бар, нағашыларым бар, жиендерім бар, күйеуімнің әке-шешесі бар, оның қарындасы бар. Кете алмаймыз. Ол үшін соның бәрі ел алып кету керек қой. Оған шаба жоқ десең. Көп болып кетуіміз керек десең. Жоқ, сондықтан біз әбден тамырымыз жайып кеткенбіз, сондықтан да қайта осы Қазақстанда өсіп өне берейікші құрсын. Осы жерден басқа жаққа кеткен, осы жерден айырылып қалмай қайта осы жерде жүре берейік. А балаңыз ертең шетелде оқыдым болды, мама осы жақта қаламын десеңіз? Жоқ, қалдырмаймын. Өйтіп айтуға қақыс жоқ оның. Қақыс жоқ. Мен оны өйткені ол үшін қазірден баланы сөйтіп тәрбиелеймін. Кетем деген нәрсені айтпайтындай тәрбиелеймін.
кетпейді, топырағын ешкім сатпайды. Патриот қылып тәрбиелейтін жерде оқып жатыр, біріншіден. Екіншіден, біз үйде сондаймыз. Сондықтан мен ойлаймын, менің қызым үйтіп айтпайды деп. Бірақ шетелге білім алмасуға, неге оқуға жіберем, егер уақытысында көреміз ғой енді. Бірақ қалмайды шетелде. Құдай бетіне ол ақысын, бірақ бір французға тием деп жатса не болады? Жоқ, тимейді. Рұқсат бермейді. Махаббат байсыз өтсін. Жоқ, 1000 жерде махаббат болса да болмайды ондай махаббат. Мен ондайға рұқсат бермеймін. Қазірден айтам, тағы да айтам, менің көзім тірі болып тұрса, мен қызымды ешқандай шетелдік азаматқа бермеймін. Байсыз өтсе, байсыз өтсін, бермеймін. Болды. Точка. Ол сіздің азаматтық өзіңіздің позиция, ұстанымыңыз? Ұстанымым, позициям, әкесі де мен де бермеймін. Оған жол бермеймін. Махаббат? Жоқ, махаббат деген нәрсе далбаса. Ойбай. От тапты. Осы жерден бастау керек еді әңгіме. Жоқ, потому что енді мынандай ғой енді, мен мысал үшін, мен жолдасыммен екеуміз осы, енді біз әжептеуір жасқа келіп үйлендік қой, мен айта алмаймын ше осы махаббат бірдеңе. Ол деген екі адам бір-бірімен түсінісу, ары қарай бауыр басып өмір сүру, сыйласу. Енді мен жаңа ойбай махаббат қашанға дейін барады ол? Вообще жалпы махаббат деген не, біреу біле ма? Махаббат деген білмеймін, айтшы мысалы, білесің бе? Қолмен ұстап, көзбен көрмеген. Көзбен көрмегеннен кейін ол махаббат. Иман сияқты ғой мысалы. Жүрек. Иманды да көзбен ұстап, қолмен көрмейсіз. Жоқ, иманмен салыстыруға келмейтін сияқты. Иман деген ол мәселен ол сен жүрек жұмсақ болу керек, сен біреуге жамандық істемеу керек деген сияқты нәрсе ғой. Махаббат деген сен тупо барып біреуге ғашық болу керек деген нәрсеге мен сенбеймін. Мен адам өзін өзі тәрбиелей алады. Мысалы, сол французға ғашық болып қалып, сонсыз жаңағы күндіз түні су ішпей жатып өліп қалмайды, жер құрсын. Өліп қалсашы. Ләйлі мен Мәжнүн қосып. Құдайсыз, ол Ләйлі мен Мәжнүн ол екеуі немес. Ертегі де қосып. Француз емес қой, олар қазақтарға өліп. Жоқ, енді махаббат бар ғой, значит, Ләйлі мен Мәжнүн. Олар қазақтар қоспаған, мен не қатысым бар? Баян, қозы көрпеш қазақтар, солардың мамасы мен папасын айтыңдар. Мен французға бермеймін деп отырмын. Мен жаңағы пәленше түгенше алып беріп атқандарға да мен айтамаймын ештеңке деп. Бірақ әттеген-ай дейсің, әрине, ішің жүрегің ауырады. Ондай өзіміздің жақындарымызда да бар қыздар шетелге кетіп атқан. Махаббат қой, қайтем деп. Демек солай тәрбие берді, мен айтамаймын. Жоқ, мысалы, сіздің жолдасыңыз жаңа айттыңыз, ол мынау әртістік сенің қалауың деп айтты деп. Ол енді махаббат та ол адамның жан қалауы. Сіз шектеу қоясыз. Онымен оны салыстыруға келмейді. Демократия жоқ қой сізде вообще. Ол демократия емес, ол уже адами құндылық деп ойлаймын. Ол егер мен қызымды французға беретін болсам, біттік. Уже біз бір қазақ емес, ол ертең қанша француз туатын құдай білсін, ол ертең бар. Біттік қой, біз таусылдық қой. Мен жалғыз бір тал қызымды беретін болсам, бермеймін. Қазаққа беремін, топқа қазаққа беремін. Қазаққа қандай болса қазаққа беремін. 5 қызыңыз болса мысалға. 5 болса 5-іне де қазаққа беремін. Ешқандай французға беретін қызым жоқ айналайын. Французға беремін, туған жоқпын. Жақсы. Бермеймін десе. Жақсы Жұлдызай, көп рахмет. Келесі алдағы келетін бір қонаққа өзіңізді қойып кетер сұрағыңыз бар ма? Сіз толғандырып жүрген. Иә. Французға берер ме едің деп? Иә, сол. Басқа ұлттан баласы ұлы болса келін әперер ме еді? Не болмаса басқа ұлтқа қызын жаңағыдай махаббат болып қалдым, өз өлейін деп жатырмын десе, соған рұқсат берер ме екен келесі келетін қонақ? Осы сұрағыңыз. Иә. Міне, сұрақ. Все, күшті сұрақ шықты. Иә, бұл өте перзаттың сүйікті талқылайтын тақырыбы негізі. Онда бүйтші. Бөлек отырайықшы. Бөлісіп кете берейін. Иә, сондай. Бермеймін дегенді анонсқа шықты. Міндетті түрде. Бермеймін. Алтынсай, көп рахмет сізге. Күшті әңгіме болды. Жақсы әңгіме болды. Фильміңіз прокаттан жақсы қаржы жинасын. Құдай қаласа. Жаңағы үлкен өзіңіздің ұстаздарыңыздың, алдыңғы тоқым ағаларыңыздың тілегі, рухы қабыл болсын, қолдасын дейміз ба? Иә. Бір сол өзіңіздің енді үлкен ұстаздарыңыз бар ғой, солардың үмітін ақтайтын тамаша бір дүние жасаңыз алдағы уақытта. Енді бірінші дүние әрине ол сынға ұшырайтыны белгілі. Мүмкін сынға ұшырамауы да мүмкін. Жоқ, ұшырай берсін. Жоқ, сынсыз өспейсіз бәрібір. Айта берсін, жақсы болса да айтсын, жаман болса да айтсын, өте тұрған ештеңе жоқ. Мен оған да өкпелемеймін, айттым ғой, айта берсін, келсін, самылайын келсінші бірінші. Біреуден естіп алып айтпасын. Мысалы, сен көріп, әне жер андай, сонда жаңа сияқты өсек болып кетеді да босқа. Онда келсін, көрсін, по факту түсіріп алып, сол жерге кетсін деп жатсың. Иә, бәріміз 30 наурыздан бастап Жұлдызай Дүйсенбиеваның алғашқы кинотуындысы «Вайн емес кино» фильмін тамашалайық, отандық киноны қолдайық. Рахмет. Көп рахмет. Бізде бүгін қонақта болған Жұлдызай Дүйсенбиева. Сіздер біздің каналымызға жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар және
Комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, мархабат. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.